Тірі адамның жүректен аяулы жері болама. Біздің қазақтың жүректі кісі дегені, батыр дегені, онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап білмейді. Әр шаңырақта Абайдың кітабы мен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы тұруы керек. Абайдың 175 жылдығына орай президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан мақаласы жарық көрді. Мемлекет басшысы мақалада ұлтты дамыту жолында Абай қағидаларын басшылыққа алуды айтты. Бұдан бұлай әдебиет пен өнер саласындағы үздік шығармаларға берілетін мемлекеттік сыйлық Абай атымен аталады. Әлем елдерінде Абай орталықтары да ашылады. Осындай қуанышты жаңалықтар жөнінде пікірлесу үшін абайтанушы ғалым Асан Омаров Таңшолпанға келді. Ендеше төрлетіңіз аға. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Жоғары шығыңыз. Рахмет, шақырғаныңызға. Төрлетіңіз аға. Келіңіз аға. Қай жерге отырсам болады? Мына жерге отыра беріңіз, жайғасыңыз. Аға, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін мыңда бір рахмет, жақсы жаңалық, кеше қуанып жатырмыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласы жарық көрді, оқыдық. Қандай ой түйдіңіз? Енді қазір айтады ғой, әйелі ұл тапқандай қуанды деп. Менің абайтанушы болғандықтан маған осы айтылса екен деп жүрген мәселелер қамтылып айтылған мақала. Бұл енді 30 жылдың ішінде Абайдың көп мәселелер қордаланып қалған болады. Соның шешімін көрсеткен мақала болды. Енді онда мисал үшін айтайық, толық адам концепциясы деп атап еді, толық адамды. Ол толық адам деген мәнісі адамның өзін жетілдіруді айтады, толық адамдықты. Соны біз 30 жыл бұрын егер Абайдың осы ілімін алып пайдалана бастасақ, қазір қоғам мүлде басқа болар еді. Бірақ енді қазақтың сөзі бар ғой, ештен кеш жақсы дейді. Енді әлі де болса соны мына алайық деген мына Қасым-Жомарт Кемелұлына біз өте ризамыз. Сол Абайдың ілімін халыққа жеткізу мағынасында. Сондай көптеген жақсы ой пікірлер көп екен. Бірқатар мәселелер көтерілді. Онда жаңағы келер жылы Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай үлкен халықаралық конференциялар өтеді. Конференция осы жылы. Конференциядан гөрі Абайды мектепке жеткізу маңыздырақ. Оқушыларға, ұстаздарға жеткізу керек Абайды. Ол конференция өтіп кетеді, ол науқандық шару конференциядан. Конференция сенім артық болмайды. Және де осы мақалада білім мен ғылымды осы Абайдың шығармалары арқылы насихаттау, енді Абайдың шығармаларында айтып жатады ғой? Дәл айтасыз. Абайдың аңсаған ол білімді ұрпақ. Бірақ біліммен қоса ілімді болсын деген. Ілім деген оның жүрегі ақ болу керек. Құдайды тану керек. Соны ілім дейді. Білім деген мұны кәдімгі физика, биология. Оны білген жақсы, ілімді де білу керек. Адамгершілікті. Сондықтан толық адамның өзі сол. Білімді бір жағынан ілімді. Екі қанат сияқты. Міне сонда қоғам дұрыс болады. Екі жақты қатар ұстау керек. Гармония деген ол өте маңызды. Үйлесімді болу керек. Себебі мына болмыстың өзі сонда үйлесімнен тұрады. Біз о дүние, бұл дүние деп жүргеніміздің бәрі біздің адамның ақылына айтылған нәрсе. Алла тағала жалғыз бір болғаннан кейін болмыс та бір. О дүние, бұл дүние деген жоқ, бір нәрсе. Көрдіңіз бе? Біз адамда өзіміз екі нәрседен тұрамыз ғой. Жан және тән. Бірақ бір кішкентай модель болып тұрмыз. Болмыстың кішкентай моделіміз біз. Бізді құрғаны тән деп оқыса, ол теріс кетеді ол адам. Мал сияқты өмір сүреді. Тек мен жанмын ғана десе, сопылық теория бар. Ол да мына дүние керек жоқ, мен ана жаққа кетем дейді. Міне екеуі де екі жақ шетін болып тұрады. Абайдың айтып олай емес. Абай ортасын ұста дейді. Екеуін де тән де керек. Арбаны да өлтірме, өгізді де өлтірме. Өгізді өлтірме, арбаны да сындырмай. Солай болды. Себебі ол солай бізді Алла жаратқан. Біз тәннен қашылмаймыз, не жаннан қашылмаймыз. Екеуін де қамтылу керек. Ортасымен жүру керек, алтын ортасымен. Толық адам деген солай жетілу керек. Қазіргі біздің шатасып, адасып жүргендердің көбі терістеп шығады. Мына керек үшін, мына ғана керек. Мына дүние жаман екен, мына жақсы екен деп осында ұқпағандық осында жатады. Есте сақтау керек дейсіз ғой. Жалпы Абай мынау енді әлемге ортақ тұлға деп жатырмыз ғой. Осы тұста Абайды таныту үшін Абай арқылы өзге әлем
қазақты тану әрине. Осы мәселеде қамтылған ғой? Қамтылған өте дұрыс қата. Абай әлемдік деңгейде кемеңгер деп тура айтылған ғой. Ол жай сөз емес. Ол мен өзім философ ретінде немістің философиясында көп зерттедім, бәрінен айналып шығысында Әл-Ғазали бастан ғұламаларын айналып келгенде абайдай тұлғалар өте аз. Абайға жетеді. Себебі абай жазғанда біз сияқты сілтеме жасап ойланып жазбаған соңғы шығармалар. Ол илхам дейді. Құдайдың берген шабыты мен Құдайдың берген білімімен жазған. Ол ешкімнен қарамаса да өз білім алады. Илхам деген ол жүрекпен жазған шығарманы айтады. Сондықтан абайдың әлемдік кемеңгер болатын сол. Ол қазаққа да, татарға да, түрікке де, Қытайға да бәріне де ортақ ақылын айтады. Айтқан кемеңгер. Міне осыны біз көрсете алсақ, кәрімет болады. Абайдың енді мынау қара сөздері бар, Оның өзі үлкен бір дүние, тәрбиенің құралы. Соны қазақты жамандаған деп қазір жастар ойлайды. Ол жамандаған жоқ қазақты. Бұларда абайдың мақсаты қазақты емдеу. Ауырып жатқан адамда қалай ашты дәрі бересің. Керек болса хирургиялық нені алып пышақта құйып тастайсың. Міне абай сондай, мен көрсеткен, ол біреуді басына сипап мақтағалы тұрған жоқ. Ол өз сыншы, өз емші. Қара сөз солай да болу керек. Оған өкпелеп, біз сорлы емес, біз мынандай қазақ едік деген ол ұқпағандық болады. Жалпы осы қара сөзді оқып отырып, енді кей адамдар өзінің бойындағы кемшілікті байқамай жатады, көрмейді. Біз біреуді кінәлап жібергіміз келіп тұрады ғой, ой, осы болмағанда осы итермеледі деп, ал мына қара сөздерді оқып отырсақ, адам өз-өзімен сырласып, өзінің кемшін тұстарын біліп, әттеген айларын біліп, қандай да бір қателіктің олқылықтың орнын толтыруға. Өткен ғасырдағы біз өзіміздің аға ақын жазушылардың көбін естелігін байқап отырсаң, көбі абайдан тәлім алған бірден байқатады. Әкесі жоқ, шешесі жоқ, жетім қалғандар. Ортада коммунистік орта қалыптасты. Сонда олар тек абайдан сүйеніп, абайдан нәр алған. Абайдың қара сөзіне дұрыс ұғып, өзін өзі тәрбиелеп, өзін өзі мінезін түзеген. Сейітжан Омаровтың естелігін оқыдым, Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқановқа түгел осы абаймен сусындаған адамдар. Өткен қазақта қазақ өзін өзі абаймен тәрбиеледі, өзінің санасында осылай көтеруге. Міне, бұл факты. Тіпті алаш арыстарының өзі содан басталады. Сондықтан сол ең болмаған сол 20 ғасыр деңгейінде қазір шығуымыз керек абайға. Міне өткен 30 жыл бос кетіп қалды ма? Енді соны орын толтыру керек, асығыс толтыру керек, бәрін жұмыс істеу керек. Абайды оқу керек, абайды тану керек деп жатырмыз. Енді мектепте бар, қазақ әдебиетінде жазылады, ұлы ойшыл ғұлама жайлы. Кеше мақалада да жазылған ғой, әрбір үйде домбыра тұру керек деп жатамыз. Қай қазақтың үйіне барсаң да төрде домбыра ілулі тұрады, көзіміз түсіп, үш нәрсе тұру керек те, біреу домбыра. Енді абайдың шығармалары тұру керек. Абай шығармадан абай жолы, үш нәрсе тұру керек. Өте дұрыс еді. Абай жолы, үш нәрсе тұру керек. Өте дұрыс. Осыдан артқан үш брендіміз осы. Сонда абайдың мына шығармашылығы қазір Совет үкіметінің кезінде таныған абайдың әлемі мен қазіргі абай әлемі бір бола алмайды. Себебі заман да өзгерді, көзқарас та өзгерді, адам да өзгерді. Сондықтан қазіргі мына абайды танытамыз басқа шетелге деп. Он тілге аударамыз деп мақалада айтылған ғой. Бұл өте керек нәрсе, дұрыс. Бірақ біз сол советтік үлгідегі жинақтан алып аударып жатыр қазір. Мен білетінім. Себебі жаңа жинақ жасалған жоқ. Ол үлкен кедергілер келтіреді, түсінбестіктер туады. Себебі мына қара сөздің өзінде әуез 1932 жылы еріксіз алмастыруға мәжбүр болды. Нөмірлер қате, басқаша. Абайдағы түпнұсқадағы нөмір басқаша, ол жазған өзінің жүйесі бар, жүйесі. Мынада араластырып салған. Себебі түгел ауысып кеткен. Себебі иман, Құдай туралы, ақирет туралы сөздердің бәрі білінбей қалу үшін солай мәжбүр болды. Осы 8-ші қара сөздігін ол бөлек кітап, Тастих деген кітап абайдың. Егер бір сол күйінде сол Совет үкіметінің қалпында беретін болсақ, шетелдің адамдары оны ұқпайды. Қабылдауға қиын. Себебі онда абайдың ана өсу сатысы көрінбей қалады. Ол қара сөздің басып аяқтағанына дейін абай өзі өсіп отырған. Бағытын өзгертіп отырған. Адамның мінезін талдаудан Құдайды тануға дейін жетіп отырған. Міне, сондықтан жаңа өзінің нөмірлерін қоймай, біз қара сөздерді жете алмаймыз. Абайды дұрыс ұғындыра алмаймыз. Міне, сондықтан маған өте өкінішті нәрсе, сол ескі советтік үлгідегі Мұхтар Әуезов кезінде классикалық жасап кетті ме, Қызылорда. Сонымен сол қалпында қалып, сонымен аударып жатыр.
сонымен қазақ түгіл шетелге солай шығарып жатырмыз. Бұл өте үлкен кемшілік. Міне осы кемшілікті мен 4-5 жыл бұрын ойлап мақала жазғам. Содан міне 2 кітап міне. Иә, жаңаша үлгідегі басылым деген бұл жаңағы советтік стереотиптен арылып, жаңағы арылғанда жаңадан ойлап тауып емес, Абайдың өзі тірі кезінде қалай болды, солай жасалған кітап мұнда. Бұл кітаптың ерекшелігі Абайдың жинағы ғой енді. Біріншісінде тек өлеңдері барлығы төл. Екінші томда қара сөздер мен аудармалар, поэмалар шо. Сонда бұл ненің ерекшелігі, бұл жаңа кітаптың енді 100 ғана шығып отыр. Потому что өз ақшыма шығардым ғой. Халыққа жете ме, мен қайғым сол қазір. Оны жоғары жақтарға айтқан болам, бірақ ешкім тыңдағысы келмейді. Шын айту керек. Сонымен мұндағы ерекшелік бұл кітапты қайда түсіріп жатыр, кішкене халық көрсетіп отырайын. Биыл енді Абайдың мерейтойы қарсаңында, Абай тойы қарсаңында арнайы шығарған табат деген ниеттеміз. Ірі планда көрсетсеңіздер болады. Сонда жақсы болар еді. Операторлар. Бұл кітаптың айта беріңіз. Өзгешелігі әрбір өлеңге, әрбір қара сөзге түсінік берілген. Ахмет Байтұрсынов айтқан ғой, Абайдың өлеңін түсінік берілмей түсіну өте қиын болады. 100 рет оқысаң да қалмайсың. Әсіресе философиялық ой-танымдарын айтып отырмын ғой. Жаңағы жан тану туралы, жаңағы иман игу туралы, сүю әңгімелердің бәрін мұнда байыптап, түсіндіріп, ұғынықты қарапайым тәпіштеп, оқушылар да түсетін дейді. Бұл ғылыми емес, бұл диссертация емес қой. Сондықтан бұл кітапты сол ұстаздарға, оқушыларға жету өте маңызды болар еді. Түсінік берілгенде. Әсіресе аға, кешіріңіз сөзіңіз аузыңызда, менің ойымша бұл кітапты оқушыларға, мектеп оқушыларына беру керек сияқты, өйткені қазақ әдебиеті кітабы бар, оқулық, оның қасында хрестоматиясы жүреді. Ал егер мына кітап қосымша ретінде жүретін болса, бөлінеді ғой тақырыптар, Абай деп. Сол кезде енді үлкен аға буын өкілдері де, әке шешелеріміз, ағаларымыз айтып жатады ғой, Абай жолын, мәселен, 18 жаста оқысаң басқаша қабылдайсың, ал ес біліп, ақыл тоқтатып, ертең отбасылы болып, бала шағалы болып, ақыл тоқтатқан кезде оқысаң, оны мүлде басқаша қабылдайсың деп жатады. Солай, мен мұнда барлық білген жиғанымды теріп жазғандағы мақсатым, мұнда кез келген оқулықты осы кітаптың алып жазуға болады. 5-ші классқа дейін бір жазуға болады. 8-ші, 10 колледжім студентінің жоғары оның бәріне мынау етап дейді ғой, саты-сатымен көрсетілген. Сондықтан бұл дайын нәрсе. Әрқайсының өзінің деңгейіне байланысты. Қабылдай, ол қандай ақпаратты қабылдай алады ол оқушы. 5-ші сыныптың оқушысы басқаша қабылдайды. 6-7. Сондықтан Абайдың өзінің кезеңі бар. Міне бала Абайдан, анау дан Абайға дейінгі 7 кезеңге бөлінген мына кітапта. Кезеңмен ғана. Ағартушы Абай, ағартушы Абайды мектепте берген жақсы. Ол балалар қабылдай алады. Ойшыл Абай студенттерге жарайды. Хакім Абай үлкен адамдарға. Себебі олар өмірді көрді, қабылдай алады. Абайдың айтқан жақсы түсінеді. Міне сондықтан мына кітаптың екінші ерекшелігі, жаңа айттым ғой, бірінші ерекшелігі түсінік берілген деп. Екінші ерекшелігі Абайды сатылап көрсеткен. Абайдың эволюциясы дейміз, 7 сатымен түсінікті болады. Бұрмаланбай, түсінікті болады. Осы 7 саты болған бір жақсылығы, Абайдың бұрынғы адасып жүрген өлеңі қай жыл жазылған белгісіз бір 15 өлең жүретін. Соның бәрі өзінің орнын тапты. Кірпі сияқты қалана қалды да, бірде бір өлең қалған жоқ. Хронологиялық кесте бойынша орналасты. Түгел орналасты да, түгел орнын тапты. Міне, өте маңызды нәрсе. Одан кейін жаңағы қара сөздердің номері өзінің орнын тапқаннан кейін, онда да өте сәйкестік пайда болды. Мәні мағынасы, оның арасындағы байланыс. Анау тастық деген сөздің ол әлемнің Абай екендігі бөлек кітап болғаннан кейін, бөлек, ол бірден ақ көрініп тұр. Ол қазаққа арналып тұрған жоқ. Ол бүкіл әлемдік проблема шешіп отыр. Міне, сол аудар, сол өзінің түсініктеме жасса, ол басқа елдер, әсіресе мұсылман әлемі, қол шапалақтап Абайды басына көтереді. Сол тастық үшін. Себебі онда өте күрделі мәселелер шешілген. Алла тағаланың 8 сипаты жүйеленген. Сол толық адам деп жүрген үш қасиет, әлем біледі оны. Бірақ оны қайдан ешкім білмейді. Неге үшеу, неге төртеу емес, неге бесеу емес. Ыстық қайрат нұрлы жол. Ол неге үшеу деп ұқпайды. Абай соны түсіндіріп, 8 сипатты жүйелеп кеп, міне біздің айтып жүрген үш қасиетіміз осыдан деп ұқтырады. Бұл әлемдік жаңалық. Одан сүю деген сияқты. Қазақстанның, жалпы қазақтың бренді деп танып, осы Абай арқылы кеше мақалада да жазылған ғой, түрлі елдерде болдым деп президент жұмыс бабымен болған кезде де қазақтың мұнайын білет, шикізатын білет,
жалпы қазақтың даласын, Дархан даласын, оның кеңдігін барлығын білет. Енді оны осы рухани жағынан таныту үшін біз Абайды негізге алуымыз керек. Абай арқылы танытуымыз керек деген мәселелер қолға алынған. Абайда батысқа да керек, шығысқа да керек, екі жаққа да керек дүние қамтылып. Айтады, ғылымды көздеп, ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі жаққа үңілдім дегендей. О дүниенің де шаруасы, бұл дүниенің де шаруасы түгел қамтылған. Сондықтан бұл жаңағы бізге керек немен, соны түсіндіріп жеткізу. Алдымен қазақтың өзіне жеткізейік міне. Мен алдымен қазақтың өзі осыны оқып болса, одан кейін барып оны аударып шетелге жеңіл болады. Қазіргі күйінде советтік стереотип күйінде алып көшіріп аудару ол залалда көп оның, залалда көп. Олай жасағанша аудармайық. Иә, тіпті олай жасағанша мәселе сонда. Анау Абай туралы кітап шықты. Афанасьевтікі, ана жыл осы, Николай Афанасьев, Анастасьев, 4-5 жыл бұрын. Сонда ол ескі кітаптан алып жазғандықтан Абай туралы. Сонда айтады, 1890 жылы соңғы қара сөзін бітірді, одан кейін әр жағын 7 жыл бос жүрген түк, ешқандай өлең жазып, бұл неге екен түсініксіз деп жазады. Потому что біз мына қара сөздің өмірлерін қате болғандықтан, ол 98-ден 1200 жылға дейін 5 жыл өте үлкен жұмыс істеген теологиялық жаңағы трактатын бітірген. Алланың өзі рас содан алынған ғой. Сондай бір соңғы кезеңін, өте маңызды кезең біз жоғалтып алдық. Оны енді жоққа шығаруға болмайды ғой? Иә, ол біз бұрынғы немен аударып отыр. Осы қателік жоқ анасы. Ол бұрынғы энциклопедияны алып отыр. Абай энциклопедиясы бәрі солай жазған бітті. 98-ден түк ештеңе жоқ. Қалай бар, солай қабылдады? Енді солай қабылдады. Мен көрдім, біз Абайды солай көрсете алмай қалды. Өзіміз төмендетіп алдық. Аға, енді Абай туралы әңгіме көп. Иә, ұзақ әңгіме өрбітуге болады ғой. Бес асыл істегенде Қасым-Жомарт Тоқаев дұрыс айтып кеткен. Осы айтады. Біз бес асыл істі неге енді оңай нәрсе ғой. Соны неге қолданбаймыз, неге іске асырмаймыз деген. Ол үшін қолданып, оны іске асыру үшін бірінші ұғып алу керек. Біз қазір мектепте қалай береміз, соны жаттатамыз, сонымен баға қоямыз да бітті жабылып қалады. Ол бала түсінді ма, миына қонды ма? Ол былай, айта кетейін, талап пен еңбек дейді. Екі нәрсе. Талапсыздық та болмайды. Еңбек екеуі адамды осы дүниедегі мақсатына жетеді, жарық дүниедегі. Бай болады, машинасы, коттеджі, немересі болады. Жағдай жасалады. Одан кейін барып, үшінші терең ой деген, ол жаңа айттым ғой, ол о дүниені қамдайлау, Құдайды тану. Өте маңызды. Шын иман болу керек. Иә, бір күндік өмірмен өмір сүру. Иә, сол ана адамдық санасы келеді, соны терең ой дейді. Әр жағында міне қанағат пен рақым. Сол терең ойдан кейін барып қанағат рақым келеді. Тәубеге келу керек. Терең ойсыз қанағат та жоқ, рақым да жоқ. Сен миллион тапсаң да азы болады оған. Қанағат деген болмайды. Қанағат тек терең ойдан кейін болады. Терең ой Құдайды тану. Қанағаттың адам рақым бірге келеді. Рақым деген сен барыңды бөлесің. Әрекет жасамайсың, қарекет жасайсың. Әрекет деген мен өзіңе ғана. Қарекет деген көп қой. Сонда осылай түсіндірсе бес асыл істі. Әр адам миына қондырып алады да солай болуға тырысады. Себебі оған не керек? Адамға бедел, абырой керек, жақсы адам болу керек. Сондықтан ол өз үшін істейді. Міне бес асыл істі осылай бала кезден, 5 жастан кішкентай кезінен оқытырып, жаттатып, оқытырып санасына құйсақ, адамды дайындау деген сол. Иә, білімді, саналы, салиқалы ұрпақ тәрбиеленеді және де формула бар, соны болды. Ел игілігі үшін қызмет етеді. Ол өзіне де жақсы. Қоғамға да жақсы. Қоғамға да бақыт. Ешқандай полиция керек жоқ, ешқандай көп әлгі сот, судьялардың бәрі қысқарады. Себебі біз ананы беріп отырмыз, бес асыл істі. Иә. Аға, енді алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге мыңда бір рахмет. Енді мына кітабымды менің халыққа жету үшін осы насихаттап жүрсеңіздер, менің бір кәсіпкер табылса елдің ішінен шіркін-ай деп отырмын. Рахмет, аға. Болмағанда. Иә, енді бізде уақыт тапшы, Абай туралы таңға жалғап айта беруге болады ғой. Құрметті көрермендер, айта кетейік, бүгін бізде қонақта болған абайтанушы ғалым Асан Омаров, бізде шағын жарнама.